Баршаңызға сәлем. Бүгін 5-3 сабақтың есептерін орындаймыз. Сабақтың тақырыбы жиындардың қиылысуы, жиындардың бірігуі. 1051 есеп. Қиылысуы қандай фигура? Бірінші екі түзудің, екінші тік төртбұрыш құрайтын екі квадраттың. Барлық мүмкін жағдайды қарастырыңдар. Бірінші екі түзудің қиылысынан бұрыштар пайда болады. Қандай фигура пайда болады деген қиылысуынан. Демек, бұрыш пайда болады. Міне екі түзу сыздық. Мына жерде бұрыштар бар және мына жердегі бұрыштар бар. Бұлар қарама-қарсы бұрыштар тең болады. Ал екіншісінде тік төртбұрыш құрайтын екі квадрат дейді. Міне екі квадрат мына жерден мына жерге шейін бірінші квадрат болса, ал мынадан бастап мына жерге шейін екінші квадрат. Және екеуінің қиылысуынан бұл жерде тік төртбұрыштар пайда болды және кесінділер пайда болды. 1052 есеп. Дәптерге 5-15 суреттегі жиындардың кескіндерін салыңдар. Бірінші, жиындардың қиылысуын көк түспен бояп көрсетіңдер. Екінші, бірігуін қызыл түспен бояңдар. Демек, 5-15 суретті сызып алдық біз. Бұл жерде біріншінде жиындардың қиылысуын көк түспен бояп көрсетіңдер деген міне жиындар қиылысқан. Екі үшбұрыштың қиылысуына мына үшінші үшбұрыш пайда болды. Екеуі бірдей қиылысқан жерін біз бірігуін қызыл түспен бояңдар деген осы жері бірігіп кетті. Біз бұл жерді қызылмен бояп қойдық. Ал қиылысуын міне екеуі қиылысқандықтан бұлар көкпен боядық. Мына жерде де дәл солай, міне екеуінің бірігуін мына жерде біріккен ғой, осы жерді қызылмен бояп қойдық. Ал мына үшіншісінде де EF фигуралардың екеуін біріккен жерін міне нүктемен қызылмен белгілеп қойдым. 1053 есеп. 24264 санындағы цифрлардың жиынын және 45695 санындағы цифрлардың F жиын элементтерімен жазыңдар. Бірінші, және F жиындарының қиылысуын элементтерімен жазыңдар. Екінші, және F жиындарының бірігуін элементтерімен жазыңдар. 24264 санындағы жиынын жазамыз элементтеріменен. Бұл жерде бір цифр екі рет қайталанса, оны бір-ақ рет жазамыз. Демек, бұл жерде екеу, бірақ біз оның біреуін жазамыз. Ал 4-те екеу екен, оның да біреуін және 6-ны жазамыз. Демек, элементтері 2, 4, 6. Ал F жиынында 45695-тің элементтерін жазыңдар деген, бұл жерде 4 біреу, оны жаздық. 5 екеу еді, оның да біреуін жаздық. 4, 5, 6, 9 екен бұның элементтері. Енді және F жиындарының қиылысуын элементтерімен жазыңдар дейді. Қиылысу белгісі бұлай белгіленеді. Міне және F жиындарының қиылысуы дедікті. Бұл жерде екеуінде де бар элементтерді жазамыз. Яғни 4 және 6 екеуінде де бар. Демек, оның қиылысуы осы элементтермен белгіленеді, жазылады. Ал енді бірігуін осы мына белгінің керісінше екен. Және F жиындарының бірігуін жазамыз. Бұл жерде екеуінде де барлық сандарды жазамыз. Егер екеуінде де бірдей сан болатын болса, оның біреуін жазамыз. Бұл жерде 2, 4, одан кейін 5, 4 екеуінде де бар болғандықтан біреуін жаздық. 5, 6 және 9 бірігуінен осы 5 элемент пайда болды. 1054 есеп. 5-16 суретте Эйлервен дөңгелектермен А және Б жиындары кескінделген. А жиынын, Б жиынын элементтерімен жазыңдар деген, және Б-сында А мен Б жиынының қиылысуын, және В-сында А мен Б жиындарының бірігуін элементтерімен жазыңдар деген. Мына жерде А жиыны берілген. Мына көкпен боялған жер бұл екеуіне де тиісті болады. Демек, А жиынында 4, 20, 1, 2, 5, 10 бар. Б жиынында да дәл осылар қайталанады және одан басқа 25, 50 бар. Демек, енді бірінші А жиын элементтерімен жазамыз. Қазір ғана түсіндіріп өткенді дәптерде өрнектейміз. 1, 2, 4, 5, 10, 20 екен А жиынның элементтері. Ал Б жиынның элементтері 1, 2, 5, 10, 25, 50. Енді
А және Б жиындарының қиылысуын жазамыз. Яғни екеуінде де бар сандарды жазып шығамыз. Бұл жерде 1, 2 екеуінде де бар және 5 бар және 10 бар. Демек 1, 2, 5, 10 бұл қиылысуындағы элементтер. Ал бірігуіндегі элементтерді жазатын болсақ, екеуіндегі де сандардың барлығын жазамыз, бірақ екеуінде де бір сан қайталанатын болса, оның біреуін жазамыз. Демек, бұл жерде А және Б жиындарының бірігуіндегі элементтер 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50. 1055 есеп. Қиылысуы А нүкте, Ә кесінді, Б бош жиын болатын ЕФ және КЛ кесінділерін жүргізіңдер. Дәптерге орындаймыз. Бірінші асын орындаймыз. Қиылысуы нүкте болатын ЕФ және КЛ кесінділерін жүргізіңдер деген. Міне ЕФ және КЛ бұлардың қиылысуы міне нүкте болып тұр. Ал әсінде қиылысуы кесінді болатын дейді. Міне ЕФ, КЛ міне кесінділерін жүргіздік. Бұлардың қиылысуынан кесінді пайда болды. ЕЛ кесіндісі пайда болды. Ал Б-сында бош жиын болсын дейді. ЕФ, КЛ ешқандай қиылыспады. Демек, бұлардың қиылысуы бош жиын болып табылады. 1056 есеп. Теңдеуді шешіңдер. Бірінші теңдеуіміз 2х қосу 9,8 тең 13,6. Бұл жерде бірінші қосылғышымыз 2х, екінші қосылғышымыз 9,8 болып тұр, ал қосындының мәні 13,6-ға тең. Бұл жерде біз бірінші қосылғышты табу үшін қосындының мәнінен екінші қосылғышты азайтамыз, яғни 13,6-тан 9,8-ді азайтамыз. Бұл 3,8 болады. Енді 2х тең 3,8 болды. 2 мен х-тің арасында біз көбейту бар екенін білеміз. Сондықтан х-ті табу үшін біз 3,8-ді 2-ге бөлеміз. Яғни көбейту амалы теңдіктің екінші бетіне, теңдеудің екінші бетіне бөлу амалы болып қарама-қарсы амал таңбасымен өтеді. Енді 3,8-ді 2-ге бөлетін болсақ, х-мыз 1,9-ға тең. Екіншісі 10,136 менен 3х-тің айырмасы 5,186-ға тең екен. Бұл жерде азайғышымыз 10,116, азайтқышымыз 3х болып тұр. Ендеше азайтқышты табу үшін біз азайғыштан айырманың мәнін азайтамыз. 10,136-тан 5,186-ны азайтсақ 4,5 болады. Енді бұл жерде 3 сандық көбейткіш, х әріптік көбейткіш болып тұр. Енді мынау көбейтіндінің мәні болып тұр. Бұл жерде қысқаша түрге келіп қалды. Қарапайым теңдеу түріне. Енді бұл жерден х табатын болсақ, көбейтіндінің мәнін көбейткіштердің біреуіне бөлеміз. Яғни 4,5-ті 3-ге бөлсек, х-мыз 1,15-ге тең болады. Қалғандарында дәл осылай жалғастырамыз. 4,2х-тен 6-ны азайтсақ 3,166 екен. Бұл жерде х-ті табу үшін 4,2х тең 3,166 қосу 6 деп жазып, 4,2х-мыз тең болады 9,166-ға. Х-ті табу үшін 9,166-ны 4,2-ге бөлеміз. Х-мыз 2,3-ге тең болады. Төртіншісінде 19,5 пенен 0,3х-тің айырмасы 15,9-ға тең екен. 0,3х тең деп жазып, 19,5-тен 15,9 азайтамыз. Сонда бұл айырмамыз 3,6-ға тең болады. Ал х-ті табу үшін осы 3,6-ны 0,3-ге бөлеміз. Х-мыз 12-ге тең. Бесінші, 7 мен 0,2х-тің айырмасын 1,4-ге көбейтсек 7,156 екен. Бұл жерде бірінші көбейткісіміз 7 азайту 0,2х болып тұр. Біз жақшаны ашып осыны жазып аламыз. Алдынан көбейту 1,4-ті теңдеудің екінші бетіне бөлу амалы қылып өткіземіз. 7,156-ны 1,4-ге бөлеміз. Енді 7 азайту 0,2х тең деп, мынаны бөлгенде 5,4 болды. Енді мына жердегі бос мүшені теңдіктің екінші жағына өткіземіз, теңдеудің. Сонда 0,2х тең болады. 7-ден 5,4-ті азайтуымыз керек. 0,2х-мыз 1,6-ға тең болды. Бұл жерден х табатын болсақ, 1,6-ны 0,2-ге бөлеміз. Х-мыз 8-ге тең. Кейінгі теңдеуді дәл осылай орындаймыз. Бұл жерде х-мыз 3-ге тең болды. Өз беттеріңізше орындап, тексеріп көрсеңіздер болады. 1057 есеп. Марс және Уран сөздеріндегі әріптерден
Бірінші А жиынын және Б жиынын құрастырып жазыңдар. Екінші А және Б жиындарының қиылысуын жазыңдар. Үшінші А және Б жиындарының бірігуін жазыңдар. Демек, бірінші А жиынын жазамыз. А жиыны бұл Марс деген сөздерден жазатын болсақ, МАРС деп жаздық. Бұл А жиынының элементтері. Енді Б жиынын уран деп жазатын болсақ, УРАН. Ал енді екінші А және Б жиындарының қиылысуын жазуымыз керек. Қиылысатын болса, екеуінде бәр әріптерді жазамыз. Екеуінде де А және Р әріптері бар. Ендеше А және Б жиындарының қиылысуының элементтері А және Р екен. Бұл жерде элементтер саны екеу болып тұр. Ал енді үшінші А және Б жиындарының бірігуін жазатын болсақ, бұл жерде барлық элементтерді жазуымыз керек, бірақ бір элемент екіншісінде де бар болса, оның біреуін жазамыз. Демек, А және Б жиынының бірігуі МАРСУН екен. Бұл элементтері. Ал элементтерінің саны 6 екен. 1058 есеп. Қиылысуы бірінші 4 бұрыш, екінші 5 бұрыш болатын 2-3 бұрыш салыңдар. Демек, мұны қиылысуы 4 бұрыш болатын 3 бұрыш сыздық. Яғни 2-3 бұрыштың қиылысуына мына жерде ромб, яғни 4 бұрыш пайда болды. Оның қиылысуын мені көкпен белгілеп сызып қойдым, бояп қойдым. Ал енді 2-3 бұрыштың қиылысуынан 5 бұрыш болу керек екен. Міне 1, 2, 3, 4, 5 бұрыш. 5 бұрыш пайда болды, бұны мен көкпен бояп қойдым. 1059 есеп. 56 санының бөлгіштерінің X жиынын, екінші 32 санының бөлгіштерінің Y жиынын элементтермен жазыңдар. Үшінші X және Y жиындарының қиылысуындағы ең үлкен сан 56 және 32 сандары үшін қалай аталады? Демек, X жиынына біз 56 санының бөлгіштерін жазуымыз керек. Яғни 56 бөлінетін сандар. 56 1-ге, 2-ге, 4-ге, 7-ге, 8-ге, 14-ге, 28-ге және 56-ға бөлінеді. Демек, бөлгіштері осы. Ал енді екінші 32 санының, яғни Y жиынының элементтері бұл 32 санының бөлгіштері екен. Демек, 32 саны 1-ге, 2-ге, 4-ге, 8-ге, 16-ға, 32-ге бөлінеді. Енді осы және X және Y жиындарының қиылысуындағы ең үлкен сан 56 және 32 сандары үшін қалай аталады дейді. Қиылысуынан жазып қоямыз. Бұларды, яғни бұл жерде жазып қоятын болсақ, қиылысуындағы элементтері бұлар 1, 2, 4 және 8 сандар, яғни екеуінде де барын жазамыз. Ал енді X және Y жиындарының қиылысуындағы ең үлкен сан 56 және 32 сандары үшін қалай аталады дейді. Яғни бұл ең үлкен сан X және Y жиындарының қиылысуындағы ең үлкен сан бұл жерде 8 болып тұр. Яғни бұл олардың ең үлкен ортақ бөлгіші деп аталады. 1060 есеп. С жиынында 5 элемент, Д жиынында 7 элемент, ал олардың қиылысуында 3 элемент бар. С және Д жиындарының бірігуінде неше элемент бар? Эйлервен дөңгелектермен кескіндеңдер. Демек, С жиынында 5 элемент бар екен, Д жиынында 7 элемент, ал олардың қиылысуында 3 элемент бар дейді. Демек, біз эйлервен дөңгелектермен жазатын болсақ, С жиынын сызып алдық және Д жиынын сыздық. Екеуінің қиылысуында 3 элемент болса, бірінші осы 3 элементті сызып аламыз. Одан кейін С жиынында 5 элемент деген 5-тен 3 азайтсақ 2 болады. 2 элементін сызып қойдым. Және Д жиынында 7 элемент бар екен, 7-ден 3 азайтсақ 4 болады. Демек, мына жерге 4 сызып қойдық. С және Д жиындарының бірігуінде неше элемент бар дейді. Бұл жерде екеуі бірігетін болса, барлығын санап шығамыз. Мынау 2, 3, 5 болды. 5-ке 4-ті қоссақ 9. Демек, бірігуінде 9 элемент бар екен. 1061 есеп. Бір ауылда 435 телефон бар. Онымен телефон байланысы болмаған екінші ауылда 271 телефон бар. Бірінші ауылдағы телефонның әрқайсысын екінші ауылдағы телефонның әрқайсысымен сыммен байланыстыратын телефон байланысын орнатуға бола ма? Шешуін орындаймыз. 435-ті 271-ге көбейтіп 2-ге бөлеміз. Бұл жерде мынаны көбейткен кезде соңғы саны тақсан болғандықтан
90 шықты. Ал 92-ге бөлінбейді. Яғни 90 болса, соңғы нөмір жұп болу керек. Өйткені әр сымның 2 ұшы болады. Демек, жауабы мұндай жағдайда телефон байланысын орнату мүмкін емес. 1062 есеп. Есепті теңдеу құру арқылы шығарыңдар. Теплоходтың меншікті жылдамдығы ағыс жылдамдығынан 9 есе артық. Егер теплоход ағыспен жүзсе, 1 сағат 15 минут уақытта 45 км қашықтыққа барады. Теплоходтың ағысқа қарсы жылдамдығын табыңдар. Дәптерге бірінші берілген жазып аламыз. Бірінші ағыс жылдамдығы белгісіз, бірақ меншікті жылдамдығы теплоходтың одан 9 есе артық екен. Және ол 1 сағат 15 минутта 45 км қашықтыққа барады дейді. Демек, уақытымыз 1 сағат 15 минут, бұл 1,25 сағат болады. Енді 45 км жол жүреді дедік қой. Демек, жүрілген жол 45 км болады. Енді теплоходтың ағысқа қарсы жылдамдығын табуымыз керек. Шешуін орындаймыз. Бұл жерде x-іміз ағыстың жылдамдығы болып тұр. Енді біз жалпы жылдамдықтарын есептеп біліп алуымыз керек. Ол үшін жүрілген жолды уақытқа бөлеміз. 45-ті 1,125-ке бөлетін болсақ, ағыспен жүретін жылдамдығы бұл 36 км болады. Яғни жалпы екеуінің жылдамдығы меншікті жылдамдық және ағыстың жылдамдығы. Сонда енді табатын болсақ, 9x-ке x-ті қосамыз, бұл 36-ға тең болады. Яғни меншікті жылдамдығы 9 есе артық болғандықтан 9x болады. Ағыстың жылдамдығы x, екеуін қоссақ 10x болады. 10x-іміз 36-ға тең болса, x табатын болсақ 3,16 км сағат. Демек, ағыстың жылдамдығы 3,16 км сағатқа тең екен. Яғни x-іміз осыған тең. Енді меншікті жылдамдығын табамыз. Ол осы ағыстың жылдамдығынан 9 есе артық болғандықтан 3,16-ны 9-ға көбейтеміз. Бұл 32,14 км сағат болады. Демек, теплоходтың меншікті жылдамдығы осыған тең. Енді ағысқа қарсы жылдамдығын табатын болсақ, меншікті жылдамдықтан ағыстың жылдамдығын азайтамыз. 32,14-тен 3,16-ны азайтсақ, 28,18 км сағат болады. Демек, жауабы теплоходтың ағысқа қарсы жылдамдығы 28,18 км сағат. 1063 есеп. Бірінші, жай сандар жиынының, құрама сандар жиынының және бір саны жиынының бірігуінен тұратын жиын қалай аталады? Эйлер-вен дөңгелектері мен кескіндеңдер. Екінші, К жай сандар жиыны, Л құрама сандар жиыны, К және Л жиындарының қиылысуы қандай жиын? Демек, жай сандар жиынын, одан кейін құрама сандардың жиыны және бір сан жиын, 3 жиын. Осы 3 жиынның бірігуінен тұратын жиын қалай аталады дейді. Яғни, бұл натурал сандар жиыны болып табылады. Өйткені міне бірден бастайтын болсақ, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 міне натурал сандар берілген бұл жерде. Екіншісінде К жай сандар жиын екен, Л құрама сандар жиын екен. Екі жиынды жазып қойдық. Бұлардың қиылысуы қандай жиынды? Яғни екеуіне ортақ ешқандай элемент жоқ, сондықтан бұлардың қиылысуы бос жиын. 1064 есеп. N және P жиындарында барлығы 5 элемент бар. N және P жиындарының қиылысуын Эйлер-вен дөңгелектерімен кескіндеңдер. Мұндағы бірінші жиындардың әрқайсында 4 элементтен, екінші N жиынында 3 элемент, ал P жиынында 4 элемент, үшінші N жиынында 4 элемент, ал P жиынында 5 элемент бар. Есептің берілгені бойынша біз N және P жиындарының барлығында 5 элемент бар екен. Осыны Эйлер-вен дөңгелектерімен кескіндейміз қиылысуыны. Демек, бірінші жағдайда жиындардың әрқайсысында 4 элементтен болсын дейді. Демек, N және P жиында 4 элемент болатын болса, барлығы 5 элемент еді ғой. Екеуіне үшеуі ортақ болады қиылысуы. Демек, қиылысуында 3, 7, 2 болса, N жиынында мына жерде 4 бар, сонымен 4 болды. Және P жиында да 4 болды. Енді екінші жағдайда N жиынында 3 элемент болсын, ал P жиында 4 элемент болсын дейді. Демек, бұл жерде ортасына, яғни қиылысуында 2 элемент болады, және N жиынның өзіне тағы біреу жазамыз.
сонда 3 элемент болды. Ал P жиынына 2 элемент жазамыз, сонда қиылысуымен 4 элемент болады. Ал үшінші жағдайда N жиынында 4 элемент, P жиынында 5 элемент болсын дейді. Демек, олай болатын болса, біз мына қиылысуына 4 элементті жазамыз, және P жиынына 1 элемент жазамыз. Сонда P жиынында 5 элемент болды, ал N жиынында 4 элемент болды. 1065 есеп. F 4 санына еселік болатын алғашқы 6 натурал сандар жиыны. K 6 санына еселік болатын алғашқы 5 натурал сандар жиыны. F және K жиындарының қиылысуын белгілеп, оны элементтермен жазыңдар. F және K жиындағы қиылысуындағы ең кіші сан 4 және 6 сандары үшін қалай аталады дейді. Демек, бірінші F жиынын жазамыз. 4 санына еселік болатын алғашқы 6 натурал сан. Бұл 4 санына еселік болатын сан. Бірінші 1-ге көбейтсек 4-ті 1-ге көбейтсек 4, 2-ге көбейтсек 8, 3-ге көбейтсек 12, 4-ге көбейтсек 16, 5-ге көбейтсек 20, 6-ға көбейтсек 24. Демек, алғашқы 6 натурал сандары жаздық. Демек, F жиынының элементтері 6 болды. Ал енді K-ны жазатын болсақ, 6 санына еселік болатын алғашқы 5 натурал сандар жиыны дейді. Демек, 1-ден 5-ге дейінгі болған сандарды көбейтіп жазамыз бұл жерге. K жиынына бұл 6, 12, 18, 24, 30 болады. Ал енді F және K жиындарының қиылысуындағы элементтер бұлар 12 және 24. Яғни 12 мен 24 екеуінде де бар. F және K жиындарында. Енді бұл жердегі осы қиылысуындағы 12 және ең кіші сан дейді. Ең кіші сан 4 және 6 сандары үшін қалай аталады дейді. Бұл жерде ең кіші сан 12, бұл 4 және 6 сандары үшін ең кіші ортақ еселік деп аталады. Демек, ең кіші ортақ еселігі 12 екен. 1066 есеп. A X белгісізі 6-дан үлкен, 12-ден кіші теңсіздігінің шешімі болатын натурал сандар жиыны екен. Ал B, Y белгісізі 8-ден артық, 15-ден кем болатын теңсіздігінің шешімі болатын натурал сандар жиыны. Элементтерімен жазыңдар деген. Бірінші A және B жиындарының қиылысуын, екінші A және B жиындарының бірігуін. Элементтер санын көрсетіңдер. Демек, A жиынын белгілейтін болсақ, бұл жерде A жиыны X белгісізі 6-дан артық, 12-ден кем болған теңсіздіктің шешімі дейді. Демек, бұл шешімі 7 мен 11-ге дейінгі сандар, яғни 7, 8, 9, 10, 11. Ал B жиынында 8-ден артық, 15-ден кіші екен. Демек, 9, B жиынының элементтері бұлар 9, 10, 11, 12, 13, 14 болады. Енді біз біріншінен жазуымыз керек. A және B жиындарының қиылысуын жазуымыз керек. A және B жиындары қиылысуы деген сөз. Бұл жерде A жиынында да, B жиынында да бар сандарды жазамыз. Яғни бұлар 9, 10, 11 екен. Демек, қиылысуының элементтері 3 екен. Оны жазып қойдық. N қиылысуындағы элементтерінің саны 3 деп. Екінші, A және B жиындарының бірігуін жазамыз. Бірігуін жазатын болсақ, бірінші A жиындағы сандарды жазып аламыз. Бұл 7, 8, 9, 10, 11 еді. 11-ге шейін жаздық. Ал B жиынында 9, 10, 11 еді. Оны қайталанып атқандықтан оны жазбаймыз. Одан кейінгілерін жазамыз. 12, 13, 14-ті. Демек, бірігуіндегі элементтердің саны 8 болып тұр. N тең 8 деп жазып қоямыз. 1067 есеп. 5-17 суретте Эйлер Вен дөңгелектермен кескінделген жиындарды элементтерімен жазыңдар. Демек, Эйлер Вен дөңгелектермен берілген A, B және S жиындары дейді. A жиынында міне бірінші X, A, B бар екен. B жиынында болса, міне A, B, S, Y, D бар. Ал S жиынында A, B, D болады. Енді бірінші біз A, B, S жиындарын жазып аламыз элементтерімен бірге. Екінші олардың қиылысуын жазамыз.
А және Б жиындарының қиылысуын жазамыз. А және Б жиындарының қиылысуын жазатын болсақ, бұл С, А, Б элементтері. Ал үшіншіде бірігуін жазуымыз керек екен. Б және С жиындарының бірігуін жазамыз. Бұл жерде жазатын болсақ, А, Б, С, Д, Y болады. Міне бірігуі. Дәптерге жазып қоямыз. Бірінші А жиынының элементтері А, Б, С, X деп. Б жиынының элементтері А, Б, С, Д, Y. С жиынының элементтері А, Б, Д. Екінші олардың қиылысуын жазамыз. Қиылысуы және элементтері А және Б жиындарының қиылысуындағы элементтер А, Б, С екен. Б және С жиынының бірігуіндегі элементтер бұлар А, Б, С, Д, Y болады. 1068-ші есеп. Есептеңдер. Демек, бізге мына өрнек берілген, біз осы өрнекті есептеп шығуымыз керек. Дәптерге берілгенін жазып алдық та, әуелі олардың үстіне орындалу тәртібін жаздық. Бірінші мына жақшаның ішін орындаймыз, яғни 0,16-дан 7,5-ті азайтамыз 2,5-тен. Бұл бірінші орындалатын. Енді екінші мына бөлгішті орындаймыз, оның алымын орындаймыз. Алымындағы бөлу амалын, одан кейін көбейту амалын. Бұл кіші жақшаның ішіндегілер. Одан кейін азайтуды орындаймыз. Бұл азайтудан кейін бесінші бөлуді орындаймыз, одан кейін бөліміне өтеміз. Бөліміндегі көбейтуді бірінші орындап, одан кейін бөлуді орындап, екеуін қосамыз. Бұны орындап болған соң, мына бесінші орындалған амалдағы мәнді, мына 8-ші орындалған мәнге бөлеміз. 9-ші амал болып табылады. Енді соңында осы 1-ші амал менен 9-ші амалдың шыққан мәнін бөлеміз. Бұл 10-ші амал. Нәтижеде 2 шығыпты. Енді оның орындалу ретін көріп барайық. 7,5-ті бөлеміз 0,16, азайту 2,5. Мынаны бөлетін болсақ 12,5 болады. Одан 2,5 азайтсақ 10-ға тең. Екінші 68-ді 2,6-тан 5-ке бөлеміз. Бұл 24-ке тең. Үшінші 42-ні 0,11-ге көбейтеміз, бұл 4,12 болады. Төртінші 24-тен 4,12-ні азайтамыз, 19,8 болады айырманың мәні. Бесінші осы 19,8-ді 1,11-ге бөлеміз, бұл 18-ге тең. Алтыншы 3-тен 2-ні 0,100-дан 375-ке көбейтеміз. Бұл 0,125-ке тең болады. Жетінші 2,168-ді 0,18-ге бөлсек 3,135-ке тең. Сегізінші осы 0,125 пенен 3,135-ті қосамыз. Бұл 3,6 болады. Тоғызыншы 18-ді 3,6-ға бөлеміз. Бұл 5-ке тең. Оныншы 10-ды 5-ке бөлеміз. 2-ге тең болады. Демек, бұл өрнектің мәні 2-ге тең болды. Осымен бүгінгі 5-те 3-ші сабақтың есептерін барлығын орындадық. Каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.